Қасқыр – табиғаттың тылсым жаратылыстарының бірі. Ол бір жағынан табынның қорғаны, екінші жағынан кекшіл, ызалы жыртқыш. Қасқыр жайлы аңыздар мен ақиқаттар ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Кейбір халықтар үшін қасқыр киелі жануар, ал енді біреулер үшін жауыздықтың бейнесі. Төменде қасқырдың қасиетті және өшпенді табиғатын ашатын 10 шынайы факт ұсынылған. Бірінші факт. Қасқырлар отбасы құндылығын жоғары қояды. Қасқырлар арасында отбасы ең қасиетті ұғым. Олар жұбымен өмір бойы бірге болады. Еркек қасқыр ұрғашысына адал болып, бөлтіріктерін өсіруге белсенді қатысады. Топтағы барлық мүшелер бөлтіріктерді қорғайды және асырайды. Бұл адамзат қоғамындағы отбасылық құндылықтарға ұқсас қасиет. Қасқырлар арасында сатқындық немесе күшіктерге немқұрайлық таныту өте сирек кездеседі. Бұл оларды тек жыртқыш ретінде емес, күрделі эмоциясы мен жауапкершілігі бар тіршілік иесі ретінде тануға мүмкіндік береді. Екінші факт. Қасқыр кегін ұмытпайды. Қасқырлар өшпенділік пен кекшілдігімен де танымал. Егер олардың отарына шабуыл жасалып, жақыны өлтірілсе, олар бұл әрекетті есінде сақтап, шабуылдаушыға қарсы кек қайтаруы мүмкін. Табиғат зерттеушілері бір қасқырдың адам орнатқан тұзақтан әрең құтылып, кейін бірнеше ай бойы сол тұзақ қойылған аймаққа шабуыл жасап, малдарды қырып кеткенін тіркеген. Бұл қасқырдың есте сақтау қабілеті жоғары әрі жауыздыққа кекпен жауап беретіндігін көрсетеді. Үшінші факт. Қасқырлар өлген бауырын жоқтайды. Қасқырлар өз қауымының бір мүшесі өлсе, ерекше мінез көрсетеді. Олар өлі дененің айналасында ұлып, ұзақ уақыт кетпей, иісін иіскеп, үнсіз жатады. Кей жағдайларда олар өліп қалған бауырласының орнын шөппен жауып, өздерінше жерлейтіндей әрекеттер жасайды. Бұл мінез олардың әлеуметтік байланысты терең түсінетін, сезімтал жануар екенін дәлелдейді. Адам баласының қаралы сәттерге берілетін реакциясымен бұл әрекеттер таң қаларлықтай ұқсас. Төртінші факт. Қасқыр өз серігінен айырылса, жалғыздықта өледі. Қасқырлар өмір бойы бір серікпен жұптасады. Егер олардың жұбы өліп қалса немесе жоғалса, кейбір қасқырлар жалғыздықта қалып, жаңа серік іздемей, өз-өзіне тұйықталып кетеді. Мұндай жалғыз қасқырлар көбіне аңшылыққа зауқы болмай, азық таба алмай, аз уақыт ішінде өледі. Олардың бұл мінезі шынайы махаббат пен берік байланысқа деген адалдығын білдіреді. Бұл табиғаттағы сирек кездесетін, бірақ қасиетті саналатын құбылыс. Бесінші факт. Қасқырлар ар-намысын аяққа таптатпайды. Қасқырлар арасында иерархия бар, бірақ ол күшпен емес, беделмен белгіленеді. Альфа қасқыр ең мықты емес, ең ақылды, әрі тәжірибелі болғандықтан таңдалады. Егер альфаның беделі түссе немесе ол қателік жасаса, топтан бөлініп, жалғыз қалуы мүмкін. Қасқырлар өз намысын қорғау үшін өлімге де барады. Олар қорлық пен кемсітуді көтере алмайды. Бұл мінездері арқылы қасқырлар тек жыртқыш емес, өз қадірін білетін мақұлық екенін көрсетеді. Алтыншы факт. Қасқыр ата-бабасының ізімен жүреді. Қасқырлар мекен еткен жерлеріне өте беріп. Олар белгілі бір аумақты ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде сақтап, сол өңірде ғана өмір сүруге тырысады. Егер бір қасқыр аумағынан қуылса, ол талай шақырым жол жүріп, ата-бабасы мекен еткен өңірге оралуға тырысады. Мұндай табиғи байланыс қасқырлардың туған жерге деген құрметі мен рухани байланысын білдіреді. Бұл қасиет оларды қасиетті жануар ретінде қабылдауға негіз болады, әсіресе көшпелі халықтардың мифологиясында. Жетінші факт. Қасқыр жалғыз жүрсе, ол ашулы және қауіпті. Қасқыр тобының ішінен қуылған немесе жоғалған дарақ жалғыз қасқырға айналады. Мұндай қасқырлар өте қауіпті, өйткені олар аштық пен күйзелістен өшпенді мінез танытады. Жалғыз қасқыр адамдарға жақын маңда жүруі мүмкін, әрі малға жиі шабуылдайды. Ғалымдар мұндай дарақтардың жиі қатыгездікпен әрекет ететінін, өш алуға бейім екенін атап өтеді. Бұл жағдай қасқырдың жалғыздықта қандай деңгейде ашулы әрі жауыз болатынын дәлелдейді. Сегізінші факт. Қасқыр үнемі әділдік іздейді. Қасқырлар арасында тәртіп пен әділдік заң секілді. Топ ішінде күштісі әлсізін қинамайды, ал азық барлығына теңдей бөлінеді. Егер бір қасқыр басқасына әділетсіздік көрсетсе, бүкіл топ оны жазалайды немесе қуып жібереді. Бұл жабайы табиғаттағы сирек кездесетін әділеттілік ұғымының айғағы.
Қасқырлар өз тобының іргесін берік ұстау үшін әділдікті басты қағидаға айналдырған. Бұл қасиет оларды тек жыртқыш ретінде емес, рухани тәртіп иесі ретінде де сипаттайды. 9-шы факт. Қасқырдың ұлуы – киелі тіл. Қасқырлар ұлуы арқылы бір-бірімен байланысады. Бұл дыбыс олардың ішкі сезімдерін, жоғалған мүшені іздеуді немесе жауға ескерту беруді білдіреді. Қасқырдың ұлығанын естіген кейбір тайпалар мен елдер бұл дыбысты киелі санайды. Қазақ даласында да қасқырдың ұлуы ерекше белгі, кейде жамандықтың, кейде ескертудің нышаны ретінде қарастырылады. Қасқыр ұлыған кезде басқа аңдар үнсіз қалады. Бұл оның табиғаттағы ерекше орын алатынын білдіреді. 10-шы факт. Қасқыр қас дұшпанын кешірмейді. Қасқырдың ішкі жады өте мықты. Егер оған бір адам немесе аң зәбір көрсетсе, ол оны ұмытпайды. Қасқыр жауының иісінде, түр сипатында ұзақ уақыт есте сақтайды. Кей жағдайларда ол сол дұшпанын іздеп тауып, шабуылдаған фактілер тіркелген. Бұл оның кекшіл, өшпенді табиғатын дәлелдейді. Аңшылар кейде белгілі бір қасқырдың кегінен қашып, өңірден көшіп кеткенін де айтқан. Қасқыр үшін әділетсіздік кешірілмейтін қылмыс.